Ağamızda şakalım. Dumamayız, hadi bir ağamız. Осылай вакыт құрылысына атсалысқан барша ағайындарға рахмет айтқымыз келеді. Еліміздегі атқарылып жатқан халықтың әл-ауқаты мен рухани байлығына үлес қосатын осындай әлеуметтік жобалардың өмірге келуі қолы ашық, халқын ойлайтын азаматтардың бастамасымен жүзеге асатыны белгілі. Бұл жерде игілікті іске қолдау білдіріп, ауылдық аймаққа инвестиция құйдыруға мұрындық болған ауыл әкімі мен аудан әкімдігінің көрегендігі мен іскерлігі кезекте болады. Өйткені аудан әкімдерінің өңірге инфрақұрылымдарын жаңарту мен іске қосуы ең өзекті мәселе. Ауыл өмірін жақсарту, халықтың әл-ауқатын жақсарту болып табылады. Бүгін сіздерменен ашылуына куә болып отырған мына саяжай құрылысында да атқарылатын еңбек пен жұмсалған қаражаттың салмағы елге, туған жерге қызмет көрсетудің айғағы. Сондықтан осы өңірде туып өсіп, осы өңірде еңбектері сіңген Құлтай баба ұрпақтарының бастамасымен болған игі іске құтты болсын дей отырып үлкен рахмет айтқымыз келеді. Осы істің басы қасында болып, басшылық жасап, ауыр жүкті көтере білген кәсіпкер Адырбайұлы Мыңбай бауырымызға рахмет айтқым келеді. Бүгінгі осындай орайлы күн туып тұрғанда елеулі еңбегімен елге танымал болған Талас, Сарысу аудандарының көтеруіне өз үлестерін қосқан Құлтай баба ұрпақтарына айта кетсек артық болмас. Өз уақытында Сарысу ауданында колхоз совхозды басқарған Сырлыбай Жаманбай Талас ауданының алдыңғы қатарлы шопаны Ленин және екі рет еңбек қызыл орденінің иегері Бейсенбеков Қозы, қазіргі нар заманына бейімделген Сарысу ауданына танымал кәсіпкер Бейсенбеков Көрпеш, бүкіл өмірін ағарту саласына жұмсаған ұлағатты ұстаз Жұмабеков Зуайра, Талас ауданына еңбек сіңген медалдың иесі шахтер Сырғабаев Рахметолла, тарихтан ойып тұрып өз орнын алған ағаларымыз Мырзабеков Кәдірбек, Оспанов Жаңабай, Бейсенбеков Бірлік, Қошаев Бегалы, Өтеулі Дүйсетай ағаларымызды үлгі тұтамыз. Сонымен қатар заман талабына сай бейімделіп, өмір көшінен есіп келе жатқан Жұмабеков Рысбек, Адырбайұлы Мыңбай, Бижанов Бекетай, Салтаев Мансұр замандастарымызды мақтанышпен айта аламыз. Бұл саябақ құрылысы елбасымыздың көтерген таза Қазақстан ұрпақтар сабақтастығы және туған жерге туыңды тік бағдарламасының аясында іске асырылуда. Қандай жаңалық пен жақсы іс-шаралар өмірге келу үшін қолдау көрсету өте маңызды. Ауыл әкімінен бастап, аудан әкімдігі мен мәслихат басшылары және аудандық қоғамдық ұйымдар осындай игілікті іске ұйытқы болып отырса, аудан көлемінде бәсекелестік артады. Бәсекелестік қазіргі нарықтық заманның қозғаушы рычагы екені мәселеден белгілі. Және инвестиция тартудың ең тиімді жолы болып табылады. Бұл саябақ Қарой ауылдық округінің тұрғындары мен күре жолмен жүрген жолаушылардың сүйікті орнына айналатыны сөзсіз. Саябақ алдағы уақытта қазіргі заман талабына сай шағын кәсіпкерлікті дамытудың тиімді жолы болары сөзсіз. Сондықтан ауылдарымызда елге деген бейбіт күш жігерін аямайтын
мыңбай бауырым сияқты азаматтардың көп болуы менің тілек ағайын. Қорды айтар болсақ, саябақ кешені алдағы